Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Міне көріп тұрғандарыңыздай бүгін бұндай бір ыңғайсыз жағдайда видео түсіріп отырмыз. Жалпы бүгінгі видеоның тақырыбы өздеріңіз бірнеше сағат алдын көріп кеткендей, Донни ван де Бек Манчестер Юнайтедтің ресми түрде ойыншысы атанды. Жалпы осы туралы сөз ететін боламын. Бүгін жалпы осы трансфер жайында осындай уақыттың кеш болып қалғанына қарамастан міне осылай видео түсіріп отырмын. Жалпы осы тақырыпты осы Манчестер Юнайтедтің осы жаздағы проблемаларынан бастасам деп отырмын. Еуропа лигасынан ұшып кеткеннен кейін Манчестер Юнайтедтің өте көп проблемасы болды. Өкінішке орай Поль Погба коронавирус індетін жұқтырып алды. Харри Магуайрдың тәртіп бұзушылығы жайында кішкене проблемалары болды және көптеген ойыншылармен келісім шартқа келе алмай, көптеген ойыншыларды өз командасына алып келе алмай жатты. Алайда аяқ астынан осындай Донни ван де Бек туралы ақпарат шықты да, көпке бармай мінекей Донни ван де Бек Манчестер Юнайтедтің ойыншысы атанды. Жалпы Донни ван де Бек өзіміз 2018-2019 жылғы Чемпиондар лигасының жалпы маусымында көргендей өте талантты ойыншы, кез келген позицияда ойнай білетін. Жалпы бұл өте керемет Манчестер Юнайтедтің трансферлерінің бірі деп айтуға керек. Және осы тұста айта кететін, Оле Гуннар Сольшер Манчестер Юнайтедке келгелі өз орнымен жасалып жатқан трансферлерді атап өткен жөн. Себебі Бруно Фернандеште, Арон ван Бисаккада, Дэниел Джеймсте қайсысы болса да өздерінің позициясына, өздерінің керек позициясына керек уақытында келе білгендер. Және бұл тұста Манчестер Юнайтедтің көптеген жанкүйерлерімен мен де қосыламын. Ол жалпы Донни ван де Бек, Поль Погба және де Бруно Фернандеш үштігін әрине көру арман. Әрине қазір енді іске асқан армандардың бірі. Әрине енді ертерек осылардың үшеуін бір алаңда, бір ойында көруді әрине асыға күтетін боламыз. Және бұл тұста осы трансфердің барысында атап өтетін, Оле Гуннар Сольшерден басқа атап өтетін тағы бір Манчестер Юнайтедтің аңыз ойыншысы, ол әрине Аякстың қазіргі генеральный директоры осы Эдвин ван дер Сар жайында айтуға болады. Мәскеудегі финалының 2008 жылғы Мәскеудегі Чемпиондар лигасының финалының басты қаһармандарының бірі. Осы жалпы Манчестер Юнайтед пен Аякс арасында өте сондай бір тығыз байланыс орнатып, осы Донни ван де Бектің Манчестер Юнайтедке келуіне үлкен атсалысқандардың бірі болды. Және осы тұста Матч ТВ арнасының комментаторы Георгий Черданцевтің өз Twitter парақшасында жазған осындай бір жазуын оқып кеттім. Бұл жерде әрбір факт, әрбір аспект өте дұрыс айтылған. Өте арзан бағада Донни ван де Бек өзінің қандай да жұлдызды статусына қарамай негізі өте арзанға келген. 39 миллион евро және бонустарымен 45-50-ге барады. Және бұл әрине Аякстың былтырғы жылғы құрамындағы ойыншылардың бағасына қарағанда мейлінше арзан. Және Джек Грилиш, Джеймс Мэдисон сияқты ойыншылармен теңестіргенде бұл тағы да сол арзан бағаға келіп отыр. Және бұл жерде Оле Гуннар Сольшердің көзқаралығында айта кеткен жөн. Себебі Донни ван де Бек Манчестер Юнайтедке келеді деген бір жыл алдын шыны керек ешкімнің ойына кіріп шықпаған десек болатын шығар. Себебі Манчестер Юнайтед бір жыл алдыңғы проблемалары жалпы тек қана Донни ван де Бекті емес, басқа да бір ортаңқол ойыншылардың өзін келуге сондай бір келгісі келмейтін команда болады. Әлі дәл қазір бір жылдың ішінде екі бірдей топ ойыншыны сатып алып отыр. Ол әрине Бруно Фернандеш және де осындай Донни ван де Бек келіп отыр. Жалпы өте лайықты ойыншы. Енді Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғанысы толыққанды күшіне енді деп ойлаймын. Себебі Поль Погба да, Бруно Фернандеш те, осы Донни ван де Бек те өз командаларының, өздерінің алдыңғы командаларының нағыз лидері болған ойыншылар. Және енді барлығының басы Манчестер Юнайтедке тірелгенде Манчестер Юнайтедті үлкен жеңістерге жетелейтін жалпы ойыншылардың үштігі болу керек. Бұл кезіндегі Лука Модрич, Тони Кросс және де Карлос Каземиро сынды үштік жалпы сондай болу керек деп ойлаймын. Жалпы Донни ван де Бектің тағы да бір айта кететін жайт, ол әрине номері Манчестер Юнайтедте 34-ші номерді алған. Жалпы бұл жерде де айта кететін жайт, ол әрине Аякс мектебінің психологиялық және де
жаңағыдай бір дайындығы деп айтсам болады, психологиялық және достық дайындығы бүкіл команда бір отбасындай біріккен. Естеріңізде болса 2017 жылы Аякстың 19 жасар ойыншысы Абделхақ Нури жүрек талмасынан комаға түскен болатын. Дәл сол Абделхақ Нури Аякстың құрамында 34 номерде ойнаған болатын. Кейіннен Аякстың ойыншылары Амин Юнес те, Жоэль Вельтман да, міне енді Донни Ван де Бек те өздерінің жаңа командаларында 34 номерді алып отыр. Бұл дегені жалпы Донни Ван де Бектің өз командасына немқұрайлы қарамайтындығын, өзінің клубына, өзінің кеудесіндегі жаңағы эмблемасына өте сондай бір құрметпен қарайтындығын білдіреді деп ойлаймын. Не де болса, осы биылғы 2019-2020 жылғы маусымда Оле Гуннер Сульшердің командасына жетпеген белгілі бір кішкене ғана элемент Манчестер Юнайтедке табылды деген ойдамын. Енді алдағы уақытта сол үлкен жеңістер келеді деген ойдамыз әрине. Міне достар, осындай кішкене ғана бүгінгі трансфер жайында ой, кішкене осындай ыңғайсыз жағдайда жазылып отырған видео, алайда сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге ұнап жатса видео, лайк басып, арнаға тіркеліп, өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Батиньо KZ арнасы.